Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Фируза. Бүгін сіздерге өте дәмді екі ағзаттан жасалатын балмұздақтың рецептімен бөлісетін боламын. Оның құрамында ешқандай сливки де жоқ, қант та жоқ, пайдалы әрі дәмді. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Рецепт ұнаса, достарыңызбен бөлісе кетуді де ұмытпаңыздар. Бізге балмұздақ жасау үшін банан және киви қажет болады. Енді осыларды барлығын жақсылап, ұсақтап турап аламыз. Бананның жақсы піскен түрін алыңыз, сол кезде жақсы шығатын болады. Мінекей осылай жақсылап турап алдық. Енді барлығын бір ыдысқа салып, мұздатқышқа, яғни морозильникке салып қатырамыз. Яғни кәдімгідей қатып қалуы керек. Мен шамамен 3 сағаттай салдым. Енді біз тек бананның өзінен ғана жасалатын балмұздақтың тағы да бір түрін жасайтын боламыз. Ол үшін де осылай банандарымызды ұсақтап турап, морозильникте 2-3 сағат қатырып алатын боламыз. Осылай тарелканың бетіне пищевой пленканы орап қойсаңыздар, банандарыңыз тарелкаға жабыспайтын болады. Үстінен тағы да пищевой пленканы жауып, қойып 2-3 сағат қатырып аламыз. Міне қатқан киви мен бананды алып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, коктейль жасайтын блендермен де жасай берсеңіздер болады. Мінекей бір келкі консистенция болғанша осылай жақсылап езіп аламыз. Міне қараңыздар, блендермен езген кезде осындай балмұздақ тәріздес сұйық қоймалжың консистенцияда бізде балмұздақ шығады. Біздің балмұздақ дайын, өте оңай дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді келесі балмұздағымызды жасауға кірісеміз. Міне қатқан банандарымызды алып, оны да осылай блендермен жақсылап езіп аламыз. Блендермен езген кезде сұйық қоймалжың консистенцияда болу керек. Мінекей дайын болды. Егер сіздер басқа бір дәмде, түрде жасағыларыңыз келсе, бұған әртүрлі жеміс-жидектер қосуларыңызға болады. Мысалы, құлпынай, таңқурай қоссаңыздар, қызыл түрде шығады. Ал мен какао қосамын. Жартысын стаканға салдым. Жартысына мен какао саламын да, тағы да блендермен жақсылап еземін. Сол кезде бізде шоколадты балмұздақ шығады. Егер қонақтарға, балаларыңызға осы балмұздақты беретін болсаңыздар, олар тіпті бананнан жасалғандығын білмейді қалады. Шын мәнісінде өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер дегім келеді. Байқағандарыңыздай, жасалу жолы өте оңай. 1 минутта блендермен езіп, әп-әдемі осындай балмұздақтарды шығаруға болады. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Маған әсіресе киви мен бананнан жасалған балмұздақ өте қатты ұнады. Сіздер де балдарыңызға дүкеннің балмұздағын алғанша осылай өз қолдарыңызбен пайдалы әрі жасалу жолы оңай балмұздақтарды жасап берсеңіздер болады. Балдарыңызға ұнайтынына 100% сенімдімін. Баршаңызға ас болсын.